Көйлек алу үшін көлігімді саттым. Мадина Сәдуақасова сахналық образдарының сырын ашты. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы әнші Мадина Сәдуақасова өнердегі жаңалықтарды айтып, сахналық образдарының сырын ашты. Бұл туралы Станкезет ақпарат агенттігі жарқын жүздесу бағдарламасына сілтеме жасап хабарлайды. Өнер иесінің айтуынша, сахна жаңашылдықты талап ететін көрінеді. Әлеуметтік желі шыққалы адамдар түрлі қызметті меңгеріп кетті. Өзіме қызық болғанымен басқаларға күлкілі болуы мүмкін. Сондықтан арнайы мамандардың көмегіне жүгіндім. Жаңашылдықтан қорықпаймын. Командама кілі жастарды жинап жатырмын. Музыкалық продюсерім, директорым, әкімшім, SMM мамандарынан 4-5 адам бар. Видеограф, тиктокер, копирайтер, маркетолог, заңгер, есепші, стилист бар. Заманның талабы сондай болып тұр. Осы уақытқа дейін кез келген нәрсені бет алды сала берген екенмін. Бас аяғы 12 адам менің сахнаға жарқырап шығуыма қызмет етеді дейді әнші. Сондай-ақ эстрада жұлдызы ашық образымен жиі сынның астына қалатынын жасырмайды. Айтуынша сахналық киімдеріне қоятын талабы жоғары екен. Көйлекке ақшасы жетпегенде астындағы көлігінде сатқан көрінеді. Сахнаға әдемі көйлекпен жарқырап шыққанға не жетсін. Тіпті көйлекке ақшам жетпей көлігімді де сатып жібергенмін. 2005 жыл болу керек, ұмытпасам, Дубайда демалып жүредім. Сауда үйінен көйлек көрдім. Тура сол сәтте әлгі көйлекті ала салатын ақшам болмай елге қайттым. Бірақ көйлек көз алдымнан кетпей қойды. Тіпті ұйықтап жатып түсімде көремін. Сол кезде Мерседес маркалы көлік мініп жүрген. Және оны бір жігіт сатыңызшы деп сұрайтын. Соған звонда баласың ба, алсаң ақшаңды әкеп бер дедім. Ақшаны алып, Дубайдағы таныс қыздарға жіберіп, әлгі көйлекті алдырдым дейді өнер иесі.